Сөз депутат Жайымбетов Мархабат Жайымбетұлына беріледі. Рахмет, Ерлан Жақанұлы, премьер-министрдің бірінші орынбасары Склярға депутаттық сауал. Құрметті Роман Васильевич, Арал теңізінің проблемасы мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың үнемі бақылауында. Бүгінгі күні солтүстік Арал теңізінің тартылу жағдайы өңір халқын қатты алаңдатуда. Өкінішке қарай, соңғы 12 жыл ішінде теңіз көлемі 8,5 миллиард текше метрге азайған, яғни 3-тен 1-і айырылды бірінен. Суы қашқан теңіздің орнынан көтерілген тұздар бүкіл орталық Азия елдеріне зиянын тигізетін экологиялық апатқа айналды. Нәтижесінде судың тұзындағы 8-ден 13 грамм литрге көбейген. Ал егер судың тұздылығы 15 грамм литрге жетсе, балықтар жаппай қырыла бастайды. 2021 жылдары Арал ауданының аумағында қуаңшылық белең алып, 95% жайылымға шөп шықпай, жауын шашын мүлде болмаған. Оның үстіне теңізге Сырдария өзені арқылы құятын су көлемі күрт азайып, Қамбаш, Ақшатау көлдер жүйесі мен Кіші Арал теңізі жағалаудан 1,5 километрге тартылып кеткен. Теңіздің тартылуы салдарынан 3000-ға жуық балықшы күнделікті нәпақасынан айырылып, 9 балық өңдеу зауыты және 14 шағын цех уақытша тоқтап қалу қаупі бар. Теңізге жыл сайын кемінде 3 миллиард текше метр су түсуі қажет. Алайда теңізге судың түсуі әсіресе вегетациялық кезеңде қалдық принципі бойынша жүзеге асырылып келеді. Осыған орай Аманат партиясы Аралды алаңдататын барлық мәселелер бойынша толық шешімін табу үшін келесі іс-шараларды іске асырылу қажет деп санайды. Бірінші, Қырғызстан, Өзбекстан, Тәжікстан мемлекеттермен вегетациялық кезеңде теңізге бөлек су лимитін белгілеу жөнінде және Фархат су торабынан төменге санитарлық су жіберу мәселесі бойынша келіссөздер жүргізіп, ынтымақтастықты ұзақ жылдарға жоспарлауға қол жеткізу. Екінші, мемлекетаралық келісімді кепілдендірілген келісім статусын беруге атсалысу. Себебі Арал теңізіне бөлінген лимиттің сақталуын және орындалуын бақылап отырған ешқандай орган жоқ деуге де болады. Үшінші, Қараөзек арнасының бойындағы көлдер жүйесіне 1 миллиард текше метрге жуық қысқы көктемгі су тасқыны кезінде жинақтау мүмкіндігі бар. Ол үшін Қараөзек арнасының бойындағы 3 су тоспасын қалпына келтіру маңызды. Төртінші, өңірлік дамыту және Арал теңізінің солтүстік бөлігін қалпына келтіру жобасына Дүниежүзілік банктың қайтарымсыз гранты есебінен солтүстік Арал теңізінің аумағын ұлғайтудың нұсқалары бойынша тиімді шешімдерді жасап, жобаны жалғастыру бойынша уәкілетті органдар тиісті шаралар қабылдаған жөн. Депутаттық сауалға заңда белгіленген мерзімде жауап беруіңізді сұраймыз. Құрметпен Аманат партиясы фракциясының депутаттары.